Баршаңызға сәлем достар. Бүгін кандебе деп аталатын ыстық тағам дайындаймыз. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен қызып тұрған табаға сұйық май құйып, май әбден қызған соң етімізді қуырып аламыз. Ет қуырылған соң өз суына асықпай бұқтырып пісіреміз. Ет жартылай піскен соң үстінен ыстық су құйып, бұқтырып толық пісіреміз. Ет піскенше пиязды видеодағыдай жартылай дөңгелек етіп, өте жұқа қылып тураймыз. Сәбізді дөңгелек етіп тураймыз, және әсемдік үшін видеодағыдай жасауға болады. Картопты ортасынан бөліп видеодағыдай тураймыз. Қатты ұсақ және қатты ірі болмай, орташа болғаны жөн. Ет піскен соң үстінен тұздап, картоп сәбізімізді саламыз. Тағы да тұздаймыз және ыстық су құйып, орташа отта пісіреміз. Енді қамырымызды дайындаймыз. Тұз араласқан суға ұн қосып, қамырымызды илейміз. Мен 2 қамыр иледім. Қамырды жайып болған соң үстінен сұйық май жағып, туралған пиязымызды саламыз. Бәрін бір келік етіп салған соң, қамырымызды рулет сияқты ораймыз. Видеодағыдай тең бөліктерге бөлеміз. Екінші қамырмен де дәл солай жасаймыз. Картоп жартылай пісуге қалғанда бөлінген қамырларымызды бетіне саламыз. Қамырдың бетін жауып тұратындай ыстық су құйып, қамыр піскенше 30-40 минуттай орташа отта пісіреміз. Қамыр пісті, ыдысқа қалауларыңызша салуға болады. Мен үлкен ыдысқа ортасына картоп етін салып, жанына қамыр салдым. Кандебе дайын, дәмі өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.